Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін өте дәмді ассорти компотын дайындаймыз. Бұл компотқа өздеріңізге ұнайтын жемістерді қоссаңыздар болады. Мен бұл компотқа шие, қара өрік, абрикос, алма және апельсин қосатын боламын. Апельсинді кесіп қойдым. Енді алманы қазір тураймыз. Кез келген формада турасаңыздар болады, және жаман жерлер болса міндетті түрде алып тастаңыздар. Және жемістеріңізде өте жақсы болу керек, қатты жұмсақ езілген болмасын. Осы YouTube каналында тағы да басқа компоттардың жасалу жолы бар. Барлық видеолардың сілтемелерін осы видеоның астына жазып қоям, сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Алма дайын. Келесі кезекте қара өрік пен абрикостың сүйегін аламыз. Қара өрік пен абрикоста өте жақсы болсын, қатты езіліп кеткен болмасын. Сол кезде компоттарыңыз ұзақ уақыт тұрады және дәмді болып шығады. Жаңағы ішіндегі компоттың ішіндегі жемістердің өзі біркелкі болып тұрады. Абрикос пен қара өріктің сүйегін алдым, дайын. Шетке қойып қоямыз. Содан кейін банкілерді стерилизовать етеміз. Мен банкіні парға, ал банкінің қақпақтарын қайнаған суға 2-3 минут қайнатып аламын. Әрине су қайнатып қоясыздар, компотқа қайнаған су қажет болады. Енді стерилизациядан өткен 2 литрлік банкіге шие саламын. Барлық қажетті заттарды осы видеоның астына жазып қоям. Осы компотқа негізі көз мөлшерімен де өздеріңізге ұнайтын жемістерді салуға болады. Шиеден кейін абрикосты саламын. Содан кейін қара өрікті саламыз. Туралған алманы саламыз. Апельсин саламыз, апельсинді бір-бірден саламын. Содан кейін өз қалауларыңыз бойынша жалбыздың жапырағын салсаңыздар болады. Мен салдым, маған өте ұнайды. Жалбыздың өзі де, дәмі де, иісі де ұнайды. Қайнап тұрған суды құямыз банкілерге. Жемістердің үстіне құямыз. Суларыңыз суып қалған болмасын, қайнап тұрған күйінде құясыздар. Қайнаған суды банкілерге құйғаннан кейін 20 минутқа қойып қоясыздар. 20 минут тұру керек. Міне су 20 минут тұрды. Уже шиенің, қара өріктің соғы шығып, компоттың кішкене түсі өзгерді. Енді осы қайнаған суды біз ыдысқа құйып аламыз. Қайнаған суды осындай кастрөлге немесе қазанға құйыңыздар, себебі біз қант қосып тағы да қайнататын боламыз. Барлық банкідегі қайнаған суды кастрөлге құйдым. Енді қазір осы кастрөлге 600 грамм қант саламын. Яғни 2 литрлік банкіге 200 граммдай қант саламын. Мен компоттың тәтті болғанын қалаймын. Кейін ашқаннан кейін тағы да қайнаған су қосып ішуге болады. Егер сіздерге қатты тәтті қажет болмаса, онда қанттың мөлшерін кішкене азайтсаңыздар болады. 450-500 грамм қант қосуға да болады. Жақсылап араластырамыз қантты салғаннан кейін. Содан кейін осы қант салынған қайнаған суды тағы да жақсылап қайнатамыз. Қайнағаннан кейін банкілерге қайтадан құямыз. Суларыңыз суып қалмасын, қайнаған кезде бірден құйыңыздар банкіге. Толтырып құямыз. Және бірден қақпағын жабамыз банкілердің. Компоттың түсі де өзгерді, өте әдем болып шықты. Қайнаған суды құйып шығамыз барлық банкіге. Қараңыздар, қандай әдем болып шықты. Жемістер де әдем болып шықты. Компоттың өзі әдемімен қатар өте пайдалы және дәмді болып шығады компот.
менде осындай компоттар 2 жылға дейін тұра береді, шыны керек. Сондықтан жақсылап, ең бастысы банканы, қақпақтарды жақсылап содамен жуып, стерилизациядан өткізіп, содан кейін қайнап тұрған су құйсаңыздар, ұзаққа тұра береді банкілеріңіз. Міне компот дайын, барлығының қақпағын жаптым. Банкілердің қақпағын жапқаннан кейін міндетті түрде тексеріңіздер, су ақпауы керек, жақсы жабылу керек. Осы видеода компотты менімен бірге дайындасаңыздар, видеоның астында комментарийға жазуды ұмытпаңыздар, және каналыма тіркеліп алыңыздар, жаңа рецепттер көп жүктелетін болады. Енді осы дайын компотты, яғни банкілерді аударып, үстіне орамал немесе көрпе жауып, толық суығанша 1 күнге қойып қоясыздар.